Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз ананасты қатты жақсы көретін болсаңыз, онда менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз ананастан салат жасайтын боламыз. Бұл салат өте ерекше. Салаттың арасына ананас қосылған соң, біздің салатымыз кисло-сладкий болып шығады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен етімізді турайық. Менде осындай тауық етінен және де сиыр етінен жасалған шұжық. Осындай менде 120 грамм етті 4 бұрышты қылып, яғни майда болғанша турадым. Достар, сіздер бұл жерде суға піскен тауық етін турасаңыздар да болады, немесе шұжық, кәдімгі колбаса турасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Осы етімізді майдалап 4 бұрышты қылып тураймыз. Келесі кезекте сырдың кезегі. Сырды біз үкіштен өткіземіз. Менде бұл жерде 120 грамм сыр. Осы салаттың сыры көп болған сайын дәмі өте дәмдірек болады. Сол үшін де сырды көбірек қосыңыздар. Ендігі кезекте бізге керегі 4 штук суға піскен жұмыртқа. Осы жұмыртқаны да турамай біз үкіштен өткізе саламыз. Келесі кезекте ананастың кезегі. Ананасты майдалап 4 бұрышты қылып тураймыз. Мен бұл жерде бір ананастың жартысын қолдандым, яғни бір ананастың жартысын осы салатқа қостым. Егер сіздерде банкідегі ананас болса, сол ананастың бәрін қосыңыздар. Ал енді осы салатымызды жинайық. Ол үшін бізге керегі шұңқылдау және де үлкен тарелка. Осы тарелкамызға бірінші етімізді саламыз. Салып, осылай тарелкамыздың пішініне байланысты тегістейміз. Тегістеп болған соң біздің етімізді келесі кезекте майонездің кезегі. Майонезді мына видеода көрсетілгендей құйып шығатын боламыз. Бұл жерде майонезіңіз көп болған сайын салаттарыңыз дәмді болады. Келесі кезекте ананастың кезегі. Осы туралған ананастарымызды тарелкамызға салып шығамыз. Ананасымыздың үстіне майонезімізді құйып болған соң, келесі кезекте жұмыртқаның кезегі. Жұмыртқамыздың бәрін осы ананасымыздың үстіне салып шығамыз. Және де достар, осы кезде жұмыртқаларыңызға тұз себуді ұмытып кетпеңіздер. Тұзымызды себіп болған соң, майонездің кезегі. Майонезімізді құйып шығамыз да, сосын ең соңғы ингредиентіміз сыр. Сырымызды осы жұмыртқамыздың бетіне қойып шығатын боламыз. Осы біздің сырымыз, біздің салатымыздың барлық жерін жауып тұруы керек. Осылай шанышқының көмегімен сырымызды тегістейміз да, сосын енді осы салатымызды сәндесеңіздер болады. Оны біз майонездің көмегімен сәндейміз. Мына видеода көрсетілгендей, немесе өздеріңіздің қалауыңызбен осы салаттарыңыздың үстіне майонезбен жүргізіп шығыңыздар. Немесе мен сияқты мына видеода көрсетілгендей осылай сәндесеңіздер болады. Достар, осы салаттың толық құрамын мен видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Және де достар, осы салатты грек жаңғағымен де сәндесеңіздер болады. Біздің мына жерімізде майонезіміз жоқ жерге осы грек жаңғағын мына видеода көрсетілгендей қойып шығыңыздар. Өте әдемі көрінеді. Және де үйлеріңізде жапырақ немесе укроп бар болса, осы жаңғақтың астына қойыңыздар. Сонда ананас сияқты көрініс беретін болады. Қараңыздар, біздің салатымыз дайын болды. Бұл салат өте дәмді болып шықты. Сіздердің дастархандарыңызға сән беретініне күмәнім жоқ. Осылай достарыңызға осы салатты жасап беріңіздер. Достар, сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы салатты жасау үшін менің көп уақытымды алған да жоқ.
тез жасалынады әрі дәмді болып шығады және де өте ерекше салат болып шығатын болады. Сіздермен келесі видеода кездескенше достар.